Сәлем баршаңызға. Денелеріңіз тыңдаңыздар. Көбісі ой басқа нәрсені ойлайды, денесі басқа нәрсені қалайды. Екі нәрсені қалайды. Егер сіз ойыңызбенен көптеген мақсаттар қойып, армандарыңызды орындағыңыз келіп, жоспарласаңыз, бірақ денеңіз оны жасағыңыз келмей шаршап тұрады. Күші жоқ, энергиясы жоқ денеңіздің. Сол үшін алдыменен мақсатқа жету үшін бірінші денсаулығыңызға қараңыз, денеңізге қараңыз, денеңізге күтім жасаңыз. Алла Тағала бізге аманат етіп берілді. Спортпен айналысыңыздар. Оның барлығын білесіздер, бірақ жасамайсыздар. Зиян тамақтар жейсіздер, кофе ішесіздер, энергетик ішесіздер, темекі шегесіздер, алкоголь ішесіздер. Денеңізді улап жатсыздар. Егер сіз денеңізге қызмет жасап, денеңізге қарап, күтім жасамасаңыз, денеңіз сізге ойлаған жетістіктеріңіз, армандарыңыз орындалмайды. Өйткені оның барлығын жасайтын дене. Сіздің денеңіз, сіздің құралыңыз. Алла Тағала біз арқылы соны жүзеге асырады. Өз денелеріңізге күтім жасаңыздар. Пайдалы тағам ішіп жеңіздер. Күнде таңертең жүріңіздер, жүгіріңіздер. Денеңізді тыңдаңыздар. Не қалап тұр? Ұйқысы келіп, жатқысы келіп тұрма, жатып деп алыңыз. Далаға шығып серуендегіңіз келіп тұрма, серуендеңіз. Дамды ас ішкісі келіп тұрма, дамды ас ішіп жеңіздер. Қараңыздар, тек қана обезболивающий ішіп, энергетик ішіп, денеңізді жұмсай бермеңіздер. Ол денеңіз сіздің робот емес, шаршайды. Сол үшін күтім жасаңыздар. Денеңізге күтім жасап, спортпен айналыссаңыз, денеңіз сізге мақсаттарыңызды орындауға көмектеседі. Сол үшін көп байлар, жетістікке жеткендердің барлығы бірінші таңертең тұрып, энергиясын көтеріп алады, жүгіріп, спортпен айналысып, содан кейін барып сол жоғарыға көтерілген энергияменен әрекетін жасап, нәтижеге жетеді, жетістікке жетеді. Барлықтарыңызға сәттілік, өз денелеріңізді тыңдап, құрметтеп қараңыздар.